бөлімі бойынша Оралхан Бөкейдің Атау керек повесі бойынша сабағымызды ары қарай жалғастырсақ. Балалар, тақтаға назар аударайық. Тақтаға назар аударайық. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында біз жұлдыз графикалық органайзер арқылы жұмыс жасайық. Бұл органайзер арқылы біз шығарманың композициялық құрылымына талдау жасап өтейік. Сұрақтар жеңілден күрделіге қарай қойылатын болады. Ал ендеше бірінші сұрақ, Атау кере повесінде оқиға қалай басталды? Жылдамдатайық, болар уақыт, иә? Ерсұлтан? Атау кере повесінде ең алғаш Еріктің ауылдағы үйіне оралуынан басталады. Және сол ауылдағы үйіне оралған сәттегі алғашқы сезімі жайында айтылады. Алғашқы сезімі дейді. Аға, толықтыра қояйық. Жақсы отыра қой. Повестің басталуы, ол Еріктің туған ауылына оралып, сол жақта маскүнемдікке салынған тағамды, яғни бұрынғы жолдасын кездестіруі. Жақсы, толық жауап. Келесі, оқиғаның дамуы қалай өрбіді? Қалай өрбиді? Балжан айтамын. Жақсы, Балжан. Жақсы, тамаша, дұрыс. Тағамның басынан қандай жағдай өтті? Тағамның басынан қандай жағдай өтті? Рамазан. Тағам өзінің ол қоғамдағы қиыншылықтарға шыдамай арыққа салынып кеткен соң осындай халге жетті. Жақсы, толықтырамыз ба? Жақсы, Рамазан. Жақсы, толықтырамыз ба? Мөлдір, толықтыра ғой. Өзіне деген қоғамның өзіне деген әділетсіздігінің кезінде ол ішімдікке салынып, ішімдіктен бас тартамай қалады, соған тәуелді болып қалады. Соған тәуелді болып қалады. Жақсы, рахмет. Ал енді мына сұраққа жауап беріп көрейікші. Шығарма неліктен Атау кере деп аталады? Неліктен? Қалай ойлайсыңдар? Мәулеш? Атау кере деген ол жалпы адам өлімінің алдындағы ең соңғы асы берілетін біз Атау кере деп атаймыз. Сондықтан да шығарманы Атау кере деп аталады. Солай ойлайсыз, жақсы, Мөлдір, сен? Меніңше бұл қара буданның кесірінен, қауіпті буданның кесірінен қаза тапқан Нұрке кемпірдің соңғы Атау керемінен кейін қайтыс болады ғой. Және осы қайтыс болуының нақты себебі арадан емес, баласынан болып тұрған. Сондықтан да Атау кере деп аталады. аталды деп ойлайсың. Жақсы, рахмет. Шығарманың атауы қандай мәселені көтеріп тұр? Атау кере деп аталды шығарма. Енді қандай мәселені көтеріп тұр? Қалай ойлайсыңдар? Мөлдірден бөлек. Нұргүл, сен ойың тыңдайықшы. Менің ойымша, бұл повестің осы атауы ол адамның байлыққа құнығуынан және де сол кездегі қоғамдағы әділетсіздікке байланысты аталды деп ойлаймын. Сол себепті де таған маскүнемдікке салынды әділетсіздіктің кесірінен, ал Ерік болса байлыққа қызығып, яғни басымен сол жаққа кетіп қалған болатын. Жақсы, тағы да осы жауапқа қосамын дейді. Жанелия қоса ғой? Бұл жерде бір шаңырақтың астындағы үш адамның оқиғасы және тағамның оқиғасы берілген. Және сол отбасыдан ұлттық қиындықтарды көрсете, сол ұлттық қиындықтар өрбиді деп есептеген. Жақсы, тағы қосатын жауап бар ма? Жақсы балалар, толыққанды жауап ала білді. Ал тапсырмаға жақсы дайындалып келген екенсіңдер. Ендеше сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін біз сендермен бірге қазір Блинкерс бағдарламасы платформасы арқылы жұмыс жасаймыз. Карточкалар, Блинкер карталар қолдарында ғой, иә? Дұрыс, қазір мен жауапты тест сұрақтарын шығарып отырамын экранда. Сонан кейін қай жауап дұрыс, сол жағымен картаның сол жағын көрсетіп отырасыңдар. Мен сканерлеймін. Барлығымыздың жауабы шықты ма? Мына жақта түгелміз ба? Шықты, жауаптарын келесі сұрақ. Екінші сұрақ. Көтереміз. Көріп отырмыз ба сұрақтың несі? Ал кімнің несі? Көтер жүзіп.
Жақсы. Қайда ғана қазып тауып алды екен? Асылдың сынығы еді ғой. Бет жүзін көрейінші өзінің, сүйекті тұқымның тұяғы ғой. Ұры иттей жан-жағына жалтақтап, жанарыңды түсірме. Ерікпен еріп келген жігіт туралы айнада қандай пікір қалыптасты? Жақсы, кеттік. Ерікпен еріп келген кім? Шығып отыр ма жауаптар ар жақта? Мәулеш, бар ма? Аха. Әркім өзінің жауап нұсқасын ұсынады. Кімнің жауабы шықпады айтыңдар, мен қазір тағы да жандарға барып сәлемдеймін. 4-ші сұрақ. Биігірек көтеріңдер, сонда көрінеді. Нюра Фадеевнаны жерлеу рәсіміне неше адам қатысты? Оқиға ішіндегі оқиға ретінде қай көріністі қарастыруға болады? Ерік пен тағанның әңгімесі, айна мен тағанның әңгімесі, айна мен өткеннің әңгімесі, шал мен тағанның әңгімесі. Биігірек көтерейік. Мәулеш, сен көрінбей қалыпсың. Аха. Біз алыстан көрінді ма төртеуінікі де? Қорытындысы қандай болды? Қай сұрақтан қателестік? Жақсы? Ең бірінші сұрақтан қателестік па? Я, айтады ғой, мына адамды қайдан ғана алып келді екен? Осы жетпей тұрған осы екен деген ойы бар ғой? Сол ғана жауап сол тұста дұрыс болып тұр. Жақсы, ал ендеше мына суреттерге назар аударайық. Суретте кейіпкерлер бейнесі туралы не айта аласыздар? Санжар, қай сурет бойынша айта аласың ойында? Мен ойымдан ара туралы айта аламын. Ол? Ол еріктің жұмысы болды ғой, істеп жүрген шығар. Сосын шет мемлекеттердің өзіне анады. Қандай? Бұдан бастырған. Жақсы. Келесі сурет. Аха, Жанелия. 5-ші суреттегі Нұрке кемпір өлең алдында тағам мен айна екеуінің қасында отыр еді ғой, сол 5-ші сурет. Жақсы, дұрыс. Тағы. Балалар, уақыт кетірмей білгенімізді айта берейік. Айта ғой, Әсем. Соңғы суретте Нұрке әжені ара шағып алған кезде айнаның қамқорлығы. Айнаның қамқорлығы. Дұрыс, жақсы. Аха, я. Рамазан. Екінші суреттегі Нұрке кемпір мен айнаның оңаша қалғандағы әңгімелері. Оңаша кезінде, қалған кезіндегі әңгімелер өте жақсы, Санжар. Үшінші суретте әке ана оқиғасы өтті, еріп тағанын тауып алады ғой. Сол кезде қара бура сен емессіз ма дейтін жер сияқты. Қалай ойлайсыңдар, солысы ма? Сол таныған кезі ғой. Сол кезде. Солай ойлайсыңдар. Қазір ойланып отырайық, кім? Мәулеш? Тағанға еріктің ащы су берген кезі ғой, бірге ішейік деп бірінші рет айтады. Таған ащы судан арыла бастаған кезде еріктің бойында көреалмаушылық пайда болып, қайтсе де тағанды сол жолға қайтадан түсіру болды ғой. Қара ниеті осында болды. Сол сәті бейнеленген. Ал енді келесі сұрақ мынадай тұрпатта қойылайын деп отыр сендерге. Қалай ойлайсыңдар? Бұл суреттерді мен не үшін шығардым? Осыған байланысты бүгінгі сабақтың тақырыбын болжай аламыз ба? Бүгін сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасаймыз? Қандай тақырыппен жұмыс жасайды екенбіз? Ал ойларыңызды, Нұргүл? Бүгінгі сабақта повестегі әрбір кейіпкерді жеке тұлға ретінде қарастыратын шығармыз. Солардың бейнесі, қасиеттері, жаман пиғылдарын. Жақсы, рахмет. Ал ендеше көрейік, бүгінгі сабақтағы оқу мақсаттарымыз. Демек, бүгінгі сабақта біз көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау. Осыған орай бағалау критерийлері де экранда көрсетіліп тұр. Жақсы, балалар, ендеше қазір біз сәйкестендіру кестесі бойынша жұмыс жасаймыз. Жұпта жұмыс жасаймыз. Мен тапсырманы қойып отырмын. Жұптық жұмыс. Сәйкестендіру кестесі бойынша тапсырма
бір жұп тақтаға шығып сәйкестендірсе, тағы бір жұп мына компьютерге отырып сәйкестендіру жасаса, өз еріктерімен қай жұп шығам десе, өз еріктері өзгеріктер. Және ал компьютерге тағы бір жұп оқушылар отырып жұмыс жасаса. Ал тақтаға қай жұп жұмыс жасаймын дейді. Жақсы жұмыс жасап отырмыз. Жұпта жұмыс жасап отырмыз. Al, болып ба? Жасылмен белгіленгендер дұрыс, қызылмен белгіленгендер қате. Демек, 3 жағдаятты дұрыс анықтап, 3 жағдаятты дұрыс анықтамады. Сендер ше? Қыздар өте тамаша орындады, барлық жауабы дұрыс. Бізге қалай болды? Орында отырып орындаған балалар Жүсіп пен Әсем, Мәулеш пен Жанелия, Санжар мен Анелия. Біздің жауабымыз қандай болды? Жауапты былай салыстыруға болады. Мына жақтағы жауаптармен келіп тексеріп жіберіңіздер. Бір жұп мұнда деп тексерсін, екінші жұп ар жақта тексерсін. Жақсы. Ал енді кері байланыс жасап жіберейікші. Кері байланыс жасап жіберейік. Қиындық тудырды ма осы тапсырма? Қиындық тудырса, қай кезі қиын болды орындауға? Таныс емес кейіпкерлер пайда болды? Иә, өйткені біз повесті түгел оқымағанбыз. Сол себепті жақсы. Тағы неге қиындық болды? Сол ғана қиындық. Жақсы балалар. Бағалау критерийлері дискриптор тұр. Өздеріңді бағалап жібересіңдер. Өзінде де кейіпкерді анықтайды, қай мәселеге байланысты айтылғандығын табады. Бал қойып жібереміз, бірақ өзімізді әділ бағалаймыз. Я, қате болған бір балдан ғой, плюс-минус қоясыңдар болды. Жақсы балалар. Кері байланысты жасалды, қай кезде қиындық тудырғаны анықталды. Келесі тапсырмада топтық жұмысты орындау үшін біз қазір топқа бөлінеміз. Реттік санмен бөліне салайықшы. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, кім? Нұргүл. 1 Даниял, 2 Санжар, 3 Анелия. Бірлер мына топқа, бірінші топ, екінші топ, екінші қатарға, үшінші топ Нұргүлдің тобына жиналайық. Екінші тапсырмада өзіңізге қатысты кеткен сұрақтың аргумент шеңбері органайзер арқылы талдаңыз. Аргумент шеңбері арқылы. Балалар, тақтаға назар аударайық.
бойындағы көңіл-күй өзгерістерін сипаттайды, дәлел келтіреді. Кейіпкер образ арқылы автордың идеясын түсіндіреді, автордың өмір шындығын жеткізудегі шеберлігін табады. Мен жасап жанын жаруға Тыңдаймыз, барлық топта жұмыс аяқталды. Жалпы біздің топқа берілген кейіпкер бұл Таған. Ең алғашқы сұрақ, Таған қандай? Яғни оған біз бірнеше қасиеттер кеткен болатынбыз. Жан дүниесі, Таған жан дүниесі таза, әділетсіздікті өлерді жек көреді, бауырмал, озық ойдың адамы. Екінші бұл кейіпкер сипаты, яғни Таған өмірдің әділетсіздігіне ұшыраған ащы судың құлы десе де жан дүниесі таза тұлға болып табылады. Дәлелі бар ма? Дәлелі ол осыға дейін маскүнемдікке салынбай тұрып, аспирант болып, яғни өзінің білімін толық деңгейін жетіктірген маман болған болатын. Осы оның айғағы болып табады. Жақсы, шығармадан көрсетіп, ең жақсы олар еді. Ең маңызды әділеті маскүнемдікті тастау, оған себеп болуы, айнаға берген уәдесі, сол уәдесін өтеу автордың кейіпкер арқылы айтатын ойы. Тағанда автор сол кездегі жүйені де ол құнында қол деп айтқан болатын. Оған айқын дәлел кітапта үсті бар. Таған туралы үсті басы адам көргісіз қырқожалақ, ұзын болып өсіп кеткен шашы, құйын ұрғандай дудырап тіркеленген, кір басқан аяғына әбден тозығы жеткен бәсекені шұлықсыз суға салған, және өмір бақи шешілген болу керек бауы шиеленген, бір-бірінде теңіз салмаған. Яғни осы үзіндіде Тағанның сол уақыттағы сырт бейнесі сипатталады. Жақсы. Осыдан кейін автордың өмір шындығын жеткізу шеберлігі. Жалпы Таған қандай қоғамның болмасын ажырамас бөлшегін құрайтын тұлға болып саналады. Соның ішінде жеке бастық мүддеден мүлде биік тұрған елі үшін өзінің білімін жетілдірем деген қасиеті маңызды болды осы Тағанда. Осы арқылы ол Тағанның кейіпкерін көрсеткісі келді. Жақсы. Ең маңызды цитата, сен адамдарға керек емессің, адамдар саған керек деген цитатасы. Және де ең бастысы Таған әрқашан әңгіме айту барысында неге біз осы деп түні бойы лекция оқиды. Түні бойы лекциясы ол. Жақсы, тамаша. Эмоциясы, аспан мен айна маған керегі де осы еді, жүзіме қуаныштың ба, жұбаныштың ба, жанын жырқылап келе сәулесін таусылғандай күлімсіреген. Ол үзіндіде өзінің өмірін өзгерткен айнаға деген сезімін анықтаған Тағанның қуанышы. Тамаша, жақсы. Инспектордың қадамдарына сүйене отырып, кері байланыс берейік. Тезірек. Меніңше бұл топ өте керемет жұмыс жасаған. Инспекторға сәйкес бұлар айнаның сипатында, Тағанның сипатын, кейіпкерді барлығын жақсы қалдай білді деп ойлаймын. Меніңше жұмыс керемет жасалған. Дәлелдері болды ма? Дәлелдер көпшілігінде болды, бірақ Қай тұста дәлелі болмай қалды? сипатында кейінгі дәлел болмады. Жақсы, келсеңіз ба? Жақсы, рахмет. Келесі топ. Мөлдірдің тобына Ерсұлтан сендердің топтарын кері байланыс береді. Мұқият тыңдаймыз сол себепті. Айна бізде мейірімді, қамқор, ақкөңіл, еңбекқор, инабатты. Жақсы. Айнаның кейіпкер сипатына келетін болсақ, айнаның жан сарайы азамдарға қандай таза, тұман суындай мөлдір, балиған жасына толмаған баладай аңқау, және адал, сұлулық пен сұлулықтың арасын ажырата алатын кейіпкер ретінде танылады. Кітапта берген. Менің жан сарайы азамды жалғастырады. Тұманның суындай мөлдір, балиғатқа толмаған баладай аңқау да адал. Жақсы мен жаманның, сұлулық пен сұмдықтың ара жүзін ажыратып, өмір екеш өмірді мен өркешкендерді тек саналай алатын дейінді. Тамаша, жақсы. Айнаның ең маңызды әрекетіне келетін болсақ, ол Тағанды ащы судан құтқаруы, және Тағанды ат басып жатқан жерінде ағаш діңгейінен жіп байлап, мойнына асып салып, Тағанды
сүйрелеп алып келіп өзі құтқару. Және де сол ащы судан енді ішпеймін деп тірі жанын ант беріп, ащы судан құтқарып ант алуын. Неге жасады осы әрекетті? Неліктен? Адамдардың барлығына қамқорлықпен қарайды ғой. Ол тағамның да жақсы адам екенін білдік. Оның жақсы адам екендігі түбі неде жатыр? Түп тамыры ата-аналарында жатыр олар. тектілігінде жатыр екен, ә? Жақсы. Автордың кейіпкері қалай айтайын деген ой. Бұл автор осы айнаның бейнесі арқылы бізге сол замандағы әйел адамын суреттейді, және де осы арқылы айнаның қандай қамқор жан екенін, сол заманда қандай аңғал болғандығын, сол арқылы бізге осы айнаның бейнесі арқылы берілген деп ойлаймын. Маңызды цитатасы айнаның анау. Мен ара емес, мен жұмыс арамын деп айтады, сол кезде айтады өз өзіне. Мен күні түні тынбай жұмыс істеймін, ұйқы деген сөзді білмеймін таңертең. Ызыңдап жүрген ара ұқсап. Жақсы. Типа деген сөзді қоспасақ тіптен керемет болады. Автордың өмір шындығын жеткізуші бөлігі. Автор айна бейнесін адал және әркім өзге жанға әрқашан да қол ұшын созып тұратынын бейнелейді. Жақсы. Эмоцияда. Үлгермейтіндер жазып, бірақ оқулықтан оқимыз дейді, алып кеттік. Дүниеде ең қымбат байқамайсыңдар енді қайтып құрай алмайды. Кесі құраған шырғыздық бар. Немесе ең аяулы адамы көзден болдырай алыстап. Қалың тұманның арасынан сынып бара жатқандай. Немесе марал көлді түйшіп бірдің-бірден суға барған адаммен ел жұртына енді қайырылмас. Қаттылығын қандай. Құнандағы қасықты жылап тауысты ма иесінің қасында жыламыз. Ол өзімізде айнаның иесінің шарасыздығын Жақсы. Ал кері байланыс. Ерсұлтан тобы Жамиля кері байланысқа. Барлығы жақсы жазылған. Және де маңызды тұстарын кішкене толықтыру керек деп ойлаймын. Толықтыру керек еді. Мысалы, сен орындасаң осы жұмысты қалай толықтырар едің? Үзінділермен толықтырар едің. Жақсы балалар отыра беріңдер. Жанелия, келе ойыңдар. Кейіпкер? Бізде ерлік. Кеттік ал. Кейіпкердің сипаты адамгершілігі, төмен дүние қоңыз, анасына мейірім танытпақ, оны дәлел келтіретін болсақ, мәтінде былай берілген. Демек өзің де кінәлісің, бір-бірімізді аяқтағаннан шықпайын. Апамызды ажалдан арашылап қалудың амалын іздейік деп тағын айтады. Сол кезде ер былай айтады. Ол бәрі адам болмайды, берген дәріңді ішпейді. Көрмейсің бе, сөйлей алады, қырсық тіліне тиек салып үнсіз жатыр. Маған десең қысастығы деп анасына мейірімділік танытпайды. Мейірімсіздігі, қатыгездігі жақсы. Анасы қайтыс болар алдында да ол өзінің дүниесімен ойлап тұрды. Жақсы. Кейіпкердің осы поэма бойынша кейіпкердің ең маңызды әрекеті, ол ең маңызды әрекеті тағаммен кездесіп, сол тағамды өзінің үйіне алып келу. Себебі сол тағам арқылы өзінің ол арам ойын жүзеге асырмақшы болды. Себебі тағамды қол ретінде жұмсамақ болды. Осы әрекетін тағдыр тәлкегі бөлімінің соңғы жағынан байқасақ болады. Сонда таған ерік таған қарап тұрып, әрине құлың боласың. Және сары сасық суды сенің үстіңе қоямын. Сол үстіне құйған арқасында мен қатын көпірге көпір салдырып алуымды салып берерсің әлі дейді. Сөйтіп сол өзінде арқылы осы еріктің арам пиғылын байқауға болады. Автордың кейіпкер арқылы айтпақ ойы дейміз. Бұл автор еріктің бейнесі арқылы дүниенің пайданың соңынан ермейді, адамгершілік қасиетті дамытқан жөн екенін осы еріктің іс-әрекеті арқылы көрсетіп отыр. Автордың өмір шындығын жеткізу шеберлігі дегеніміз, автор еріктің бейнесі арқылы қазіргі қоғамдағы кейбір адамдарды сипаттаған. Мысалы келтірсек, қоғам әрбір адам мінсіз емес, және де еріктің бойындағы адамгершілік қасиеті төмен болады, және де ол ұрлық арқылы пайда таппақшы болады. Кейін анасына деген қарым-қатынасты да алуға болады. Өзімді келтірсек, бұлар жынданған шығар деп конфликті ерік романы қаперсіз суыра берген. Ары шаққаннан өлген кісінің бейітін көрген жоқ бұл жақтан деп өзінің анасына қатыгездігін көрсетіп тұр. Жақсы.
менің маңызды цитата бұл еріктің ойы ақымақтың аты ақымақ етегіне салған бір уыс бидайды төгіп шашып алады немесе ап деп астап қояды. Жақсы, эмоциясына келейік. Эмоция қуаныш, себебі тағамды алып келер ойында өзінің арам ойын іске асырған кезде қуанады, ал ашу ол Нұрке әженің өзінің анасын қайтыс болған кезде оны айна мен тағаны кінәлайды. Сол кезде ашуланады. Жақсы, кері байланысты Нұргүлдің тобы. Менің ойымша бұл топтың жұмысы жақсы орындалған, яғни барлық бөлімдерге жеткілікті үзінділер келтірілген, бірақ алайда еріктің өзіне келген кезде кейіпкер сипаты мен автордың осы кейіпкерді бейнелеудегі сипатына берілген үзінділік сәтсіздік алынған деп ойлаймын. Себебі кейіпкер еріктің өзі будан ара іспеттес болғандықтан, оған Нұрке кемпірдің сөзі жақсы болар еді деп ойлаймын. Нұрке кемпір үзіндіде жат жұрттық ешқашанда жатқан емес, жерсінген де емес, бүгін балын берсін ертең күнін ұсынады деген үзінді керемет болар еді еріктің образына. Жақсы, келісеміз. Жақсы, рахмет отырғанымыз орындарыңызға. Дескрипторды қолыңызға аламыз балалар. Берілген кері байланысқа байланысты сол қай жері кем болды, сол минус қоясыңдар. Жарай ма? Үшінші тапсырма, шығармадағы заман көрінісін қазіргі заман көрінісімен салыстырыңыз. Және тапсырманы орындауда екі жақты күнделік әдісін пайдаланамыз. Қандай қадамдарды басшылыққа аласыңдар? Повесте орналасқан заман көрінісін анықтайды, қазіргі заманмен салыстырады, сыни көзқарас білдіреді. Ал кеттік Нұргүл. Я орындаңыздар. Шығармадағы заман көрінісі, тағамның бейнесі біз кеңес өкіметі тұсында тағдырының тасталқан шыққан шындыққа ұмтылған адамдардың жиынтық бейнесін көре аламыз. Ол адамға тән асыл қасиеттердің жоқтаушысы болып табылады. Тағанның бойында біз ұйқылы ояу тек бүгінмен өмір сүретін ғана тұлғаны байқай аламыз. Тағанды қазіргі заманмен салыстыру барысында жұмыстың жоқтығына немесе өмірлік мақсатын дұрыс қоя алмағандықтан, отбасының болмауынан, осы жоғарыда айтылған себептердің салдарынан маскүнемдікке салынуға, өмірден түңілуге, қара жолға түсуге, тіпті өзін-өзіне қол жұмсауға дейін алып келуі мүмкін. Жақсы. Қазіргі қоғамда, яғни бүгінгі күнде шығармаға қарағанда қозғалған мәселелер, яғни шығармада қозғалған мәселелерге қарағанда біздің қоғамда мәселелер әлде қайда жақсы болып есептелмек. Жақсы болып есептелмек. Алайда қазіргі күні елімізде жұмыс тапшылығына немесе әлеуметтік желідегі түрлі ақпараттарға алданып маскүнемдікке салынып, ішімдікке әуес болып жүрген жандар жетеді. Ал енді осы проблемадан шығу жолын таба алдыңдар ма? Бар ма шығу жолы? Қолдан ұстау, яғни Жақсы, рахмет балалар. Әдебиет зерттеушісі ғалым Тұрсын Жұртбайдың мына пікіріне назар аударыңдаршы. Оралхан Бөкей қауіпті будан романында алғашқыда Оралхан Бөкей осы шығарманы атау керек повесін қауіпті будан деп атаған екен. Кейін атау керек деп өзгерткен. Демек, Оралхан Бөкей қауіпті будан романында интернационалдық жанұяда дүниеге келген баланың ұлттық танымын түсініктен жұрдай не атаның, не ананың тегіне тартпай, жат бауыр болып туылатыны айтылған. Мәселен, сондай некеден дүние есігін ашқан шығарманың басты кейіпкері ерік, өте мінез, дүние қуыс, тас жүрек, пайдасымен опасыз болып өседі. Бірде-бір жақсы қасиеттің тамтығы да қалмаған. Әдебиет зерттеушісі ғалым Тұрсын Жұртбай осындай пікір білдірген екен. Осы пікірмен келісе аламыз ғой. Өйткені біз шығарманың не бойында, еріктің бойынан осы қасиеттерді. Кейін интернационалды отбасыдан шыққан дегенмен келісемін. Өйткені ол дінге қарамайды, адамның негізгі қасиеттері дініне немесе оның ұлтына қатысы жоқ. Ол еріктің эгоист болып өсуіне сол отбасыда оның жалғыз бала болған әсер етті. Жақсы, дұрыс, бұл енді ғалымның пікірі.
Аха, жақсы. Балжан, 11-5. Жақсы. Әмел, 14. Нұргүл, 11-5. Сенде? Жүсіп, 14. Санжар, есептеп отыр. Мөлдір, 11-5. Рамазан, 11-5. Санжар есептейміз. Ерсұлтан, 9-4. Аға, Жанеля, ал 9-4. 9-4. Даниял, 9-4. Санжар, сен қалды. 14. Рефлексия жасап жүрейік сабақ соңындағы. Бас бармақ басты мәселе. Тақырып бойынша ең құнды мәселе қандай болды? Жүсіп. Бүгінгі сабақтағы ең құнды мәселе қандай болды? Сенің ойыңша? Ол қанша қиындық көрсең де ол адам болып қалу деп ойлаймын. Сен үшін ең басты мәселе осында. Жақсы, балалармен бірлесу екен. Жақсы отыра ғой. Мен топта, жұпта қалай жұмыс жасадым? Кім? Әсем, сен тыңдайшы. Топта, жұпта қалай жұмыс жасадым? Мен жақсы деп ойлаймын, өйткені өз үлесімді қостым. Топтық, жұптық жұмыс саған бір әсерін тигізе алды ма? Иә, тигізді. Өйткені бірлесіп орындаған жұмыс нәтижесін көрсетті. Жақсы, рахмет. Ортан терек ойлану екен. Мен қандай білім мен тәжірибе алдым бүгінгі сабақтан? Қандай білім мен тәжірибе алдым? Нұргүл? Осы сабақтан мен бейтаныс кейіпкерлермен таныстым, сонымен қатар жаңағы Тұрсын Жұтбай, яғни зерттеушінің пікірлерімен таныстым. Жақсы. Шылдырышпек бұл шынайылық екен. Маған шығарма ұнады немесе ұнамады? Ұнады немесе ұнамады? Санжар? Маған бұл шығарма ұнады, себебі мен бұл шығармадан өте көп нәрсе алдым. Мысалға, өзінің кішкентай кезінен, бала кезінен дос болып келе жатқан досы өскенде өз-өзін сатып кетті да. Ақ пен қараны ажыратуды білді. Сосын ол да өмір сүруді үйрете ма? Үйретеді екен. Жақсы, рахмет Санжар. Кішкентай бөбек көңіл күй ахуалы. Мен осы тақырыпты оқу барысында өзімді қалай сезіндім? Даниял, осы атау керек повестін оқу барысында сен өзіңді қалай сезіндің? Ал? Иә, маған шығарма ұнады ма деген соны жауап берсең. Соған жауап берсің. Жарайды, ал, тыңдайық. Маған бұл шығарма ұнады, себебі сол повестегі оқиғалармен қазіргі заманға үлгі ретінде соны салыстыруға болады екен. Соған еріктің ісін қайталамауға үлгі ретінде болды. Жақсы, рахмет. Соңғы сұраққа, кішкентай бөбектің сұрағына кім жауап береді? Мөлдір, ал. Мен бұл оқыған оқу барысында маған бір жағынан қызығушылық сезімі де болды, бір жағынан біртүрлі сезім де болды. Себебі айна мен тағанның арасындағы қалай өрбиді? Қалай өрбитіні түрлі оқып сол жағы саған бір қызығырақ есеп болады екен. Жақсы, балалар, рахмет. Үй тапсырмасы жаңадағы өмір, адам, табиғат байланысын талдап, атау керек повесіндегі өмір сүру философиясы немесе экзистенциалды ой тақырыбында әдеби эссе жазамыз. Дескрипторы төменде көрсетілген. Бүгінгі сабаққа қатысып, өз ойларымен бөлісе білген сендерге көп рахмет. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.